Телефон арқылы таргет жіберетін боламыз. Бізге осындай реклама деген қажет болады. Play Market'тен тартып алыңыздар. Facebook реклама десе шығатын болады. Соған кіреміз. Мына жерде астында плюсты басамыз. Егер де сізде жаңадан болса, создать канал, создать деп реклама деп шығады. Соны басасыздар. Енді осы жерде трафик сайтаны басамыз. Осы жерде тек қана суреттікі деп тұр, иә. Енді суретті өзгертеміз. 15 секундтық видео дайындадық қой, міне. Одно видеоны басамыз да, удалить дегенді басамыз. Енді фотопленкаға кірсек, біздің галереямыздағы суреттер рекламалар ашылады. Мен жерде кез келген әшейін біреуін ғана таңдай салайын, мына 11 секундтық. Соны біз қазір рекламаға жібереміз. Енді мына стрелканы басамыз. Енді жерде заголовок основной қажет емес. Текстқа өзіңіздің тақырыбыңызға YouTube каналымнан көптеген тегін МК рецепттерін көре аласыздар. Бұл менің өзімнің неме байланысты жаздым. Енді мына жерде біз қазір таплинктің сілтемесін қоятын боламыз. Міне осы жерге таплинкті вставить етесіздер, ар жақтан копировать етіп, подробный батырмасында тұрады. Енді месторазмещенияға келген кезде ручнойға ауыстыратын боламыз. Міне, ручнойға ауыстырдық. Енді тип устройствоға тек мобильный устройствоны қалдырамыз да, компьютерный устройствоны алып тастаймыз. Сосын Facebook дегенге барлығын очистить етеміз. Бізге Facebook қажет емес, Facebookқа. Instagram все деп қалсын, мына жақтың бәрін очистить етіп шығатын боламыз. Оның бәрі таза. Мынаны да тоже птичкілердің бәрін тазалап шығатын боламыз. Міне көрдіңіздер ме, бұл жерде Instagram лентаға да барлығына кете береді. Енді мына птичканы ұрамыз. Осыны жіберейін деп жатырмыз. Келесі бөлімге өтеміз. Енді создать аудиторияны жазатын боламыз. Таңдайтын боламыз. Жас аралығы 18-ден 45-ке дейін деп таңдасаңыздар болады. Енді эти местоположенияға США-ны удалить етіп тастаймыз. Біз қазір изменить дейміз де, США-ны удалить етеміз де. Қазақстан деп бас әріппен жазамыз, ол маңызды. Міне, страна деген таңдаймыз. Птичканы ұрамыз. Енді бұл жерде 18 бен 48 жас аралығын таңдадық, Қазақстан таңдадық. Енді бұл жерде мен женщинаны таңдаймын. Егер өзіңіздің тақырыбыңызға болса, әйел мен ер кісіді қарай беретін болса, все дегенді таңдайтын боласыз. Мына жерден жаңағы біз неміз таңдап қойдық. Детальный таргетингке. Птичканы ұрдық, аудиториямыз создать етілді. 45 жас пен 18 жас аралығы, Қазақстан, қызығатын нелеріміз, интереснамыз, пончик, сонда менің өзім тақырыбыма футблогерге қатысты тақырыпқа өтті. Енді келесі бөлімге өтетін боламыз. Мына жерде қазір біз $5 жіберемін бір күнде. Мына жерде бізде мынау сіздерде былай жабық болу керек. Мынандай күнді көрсетпейді, сол себепті мынаны бүйтіп ашсаңыздар, неше күнге жіберетіндеріңіз көрсетеді. Соны міндетті түрде қойыңыздар, әйтпесе тоқтамайды таргеттеріңіз, ақшаларыңыз шешіп ала береді. Міне. Күнді қойдық. Енді птичканы басатын боламыз. Міне барлығы дайын. Мына жерде счет и оплата деген сіздерде жоқ болу керек. Оны басынан енгізетін боласыздар. Менде енгізілгендіктен, осылай шығып тұр, алдыңғы енгізілгендіктен. Осы жерде қалай енгізу керекті көрсетіледі. Сол себепті осы жерге карталарыңыз міндетті түрде енгізесіздер. Сосын карталарыңыз открыт доступ болу керек. Основной Каспиде енгізгеніңіздер дұрыс. Интернет оплатаны ашып қоясыздар. Сөйтіп мынаны разместить заказды басасыздар. Сонымен біздің рекламамыз кетеді. Қазір көрсететін боламын. Міне осылай кетеді біздің рекламамыз. Біраз 1-2 сағат қаралым болады, тексеріледі. Дубликат деп шығады. Бізге дубликат қажет жоқ. Дубликат ол бізді тағы да дәл осы рекламаны қайталауды сұрап жатыр. Бар жоғы осы, құрметті студенттер, аса қиындығы жоқ.